Баршаңызға қайырлы таң. Сіздермен бірге Айжан. Бүгінгі жасайтынымыз нағыз Кореяның капуста салатын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл салат өте керемет. Бұдан кейін базардан салат сатып алмайтын боласыздар. Құрамына бар жоғы 1 капуста және 2 сәбіз кетеді. Алдымен капустамызды өз ыңғайымызға келтіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Сосын кубик қылып кесеміз. Барлығын турап болдық. Енді осылай жабысқағандарын қолымызбен ажыратамыз. Сосын дәміне қарай тұз себеміз. Сосын осылай қолымызбен жаймен қысып шығамыз. Қатты қысуға болмайды. Осылай беті сулану керек. Сосын жарты сағатқа қойып қоямыз. Сосын 2 сәбізімізді теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Сосын барлығын біркелкі араластырамыз. Түбінде осындай су пайда болады. Бірінші суын төкіп тастаймыз. Суынан ажырату үшін осылай бөлек табаға сабаламыз. Ал енді үстінен 3 ас қасық қант саламыз. Және 1 ас қасық паприка саламыз. Және 3 шай қасық жареный кориандр саламыз. 1 немесе 2 ас қасық куркума, 1 шай қасық қызыл бұрыш және сарымсақты теркадан өткізіп қосамыз. Және 70%-тік 2 ас қасық уксус қосамыз. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, қыздырып алып, барып приправалардың үстінен құямыз. Енді барлығын біркелкі қылып араластырамыз. Бұл салатты түннен азанға қойып қоямыз. Сол кезде барлығы бір-біріне сіңіп дайын болады. Міне салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, ас болсын.